Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздермен ең бірінші ыстық тамақтың рецептімен бөлісемін. 13-14 размерлерде болады. Размер 13 бұл жерде. Паста со страчелой. 70 грамм. Паста 70 грамм аламыз. Примерно осы вообще. Алдымен біз спагеттиді қайнап тұрған ыстық суға сәл тұз салып пісіріп алатын боламыз. Кәдімгідей пісіріп ала бересіздер. Ал енді подливын дайындаймыз. Алдымен бізге осындай помидордың сыртын ашып аласыздар. Бізге ішкі жағы, яғни жұмсақ бөлігі қажет болады. Қатты бөлігін пайдаланбаймыз. Оны басқа нәрсеге де пайдалана беруге болады. Ішкі жағындағы біз жұмсақ жерін пайдаланатын боламыз. Барлығын жақсылап тұрып, видеодағыдай көбіктап, әдемілеп, майдалап турап аласыздар. Орташа көлемде видеода көріп тұрғандарыңыздай турап дайындап алатын боламыз. Енді бізге әдемі көріну үшін екі түрлі, яғни екі түстегі черри помидор қажет болады. Қызыл түрінен екеу, сарғыш түрінен екеу. Үй жағдайында дайындайтын болсаңыздар, әрине бұл керек емес. Бұл кәдімгі кафе, ресторандар болғандықтан кішкене сол тәріздес дайындау үшін көрсетіп жатырмын. Сұйық май құямыз. Оның үстіне, қызып тұрған майдың үстінен біз жаңағы қызанақты черриді қосып, оның үстінен томат пастасын қосып жібересіздер, бір ас қасық. 100 граммдай сұйық май құямыз. Шым тұз, яғни дәміне қарай 10-15 граммдай тұз қоса бересіздер. Сосын вегета дәмдеуіш. Бұл вегета туралы дәмдеуіш туралы бөлек видео сабақ салып қоямын, соны қарайсыздар. Барлық кухняға өте дәмді кете беретін дәмдеуіш. Сосын қарамырыш, шым және кристаллик қосамыз. Біз томат пастасын қосқаннан кейін шым кішкене ғана қант қосып жібереміз, өйткені томаттың қышқылдық дәмін алады. Үстінен суды құямыз. Міне біздің тұзды суда піскен спагеттиіміз дайын. Суын төгіп тастайсыздар, құр спагеттидің өзін аласыздар. Енді арнайы дайындалған соусымыздың ішінен саламыз спагеттиді. Барлығын ақырын жақсылап тұрып араластырамыз. Өзі қызарып әдемі болып шығады. Тарелкеге салып ұсынып жіберуге болады. Үстінен созылмалы сыр қоссаңыздар болады. Бұл енді әрине міндетті емес. Осындай сыр сатылады. Атауын бәрін видеоның астына жазып қалдырамын. Бұл өзі созылмалы, бұл сырды салатқа да пайдалануға болады. Өте дәмді. Үстінен тағы да пармезан сырын сеуіп, жанына кез келген микрозеленмен пайдалануға болады. Яғни неше түрлі шөптер, гүлдермен әсемдеп ұсына беруге болады. Осымен біздің тамағымыз дайын. Бірінші ыстық тамағымыз өте қатты ұнады бізге. Дәмі өте керемет. Міндетті түрде